Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман вала. Құрметті жамаат, Алла Тағала баршаңызға пайдалы ілім берсін. Бүгінгі күні дәрісіміз иншалла Фатиха сүресінің тәпсірін ары қарай жалғастырамыз, Алла нәсіп етсе. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Фатиха сүресінің, кітапты ашушы сүренің 4-ші аятынан бастап біздерге былай деді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Бұл аяттың мағынасы бір өзіңе ғибадат қылып, бір өзіңнен жәрдем сұраймыз деген. Енді ияка нa'буду деген сөзден бастап бұл жерде не басталды? Біздерге тәлім басталды. Фатиха сүресі құл менен Раббымыздың арасында өзі екіге бөлінген болса, әуелісі Раббымызға мақтау, ұлықтау сөздер айту, дәріптеу болса, енді не басталды? Біздер Раббымызға жалбарынып, дұға қылып, оған не істей бастадық? Дұға қыла бастадық, яғни өзіміздің қажеттерін сұрай бастадық. Мінекей, осы жерден бастап ендеше тәлім жүріп жатыр біздерге, үйретіп жатыр. Алла Тағала біздерге, мұсылмандарға, намазға тұрса, дұға қылса, Раббысының алдында бір сұраса, қажетін сұраса, Раббысының алдында қажетін сұраса, қалай дұға қылу керек екендігін үйретіп жатыр. Ияка нa'буду, бір саған ғана құлшылық қыламыз деп, Раббымыз не істеуіміз керекпіз? Енді разылығын іздеу керекпіз. Мінекей сол себепті өзінің әлсіздігін айтып, Раббыларына не сұрайды? Пенде тауфиқ сұрайды, мұсылмандар. Қалаған іске Раббысы сәттілік беруін сұрайды. Тауфиқ деген осылай. Тауфиқ дегеніміз сәттін түсіру, сәттілік беру. Хидаятқа тауфиқ етуіне, яғни хидаятқа Алла Тағала бастап қою, сәтін түсіру. Аяттың басында ияка нa'буду, ай нуахиду ва нути'у. Сені бір деп қана танымыз. Ияка деген сөзде арабтың тілінде хаср деген нәрсе бар. Яғни тек саған ғана деген сөз. Тек саған ғана құлшылық етеміз. Яғни құлшылық етеміз саған деп айтылмайды да. Құлшылық етеміз саған десе, саған және басқаға да болуы мүмкін. Жоқ, онда емес. Саған ғана құлшылық етеміз. Яғни басқасы жоқ. Мінекей, нуахиду, сені не бір деп танимыз. Бір өзіңді ғана Раббымыз дейміз. Солай мойындаймыз. Және де бойсынамыз. Ва ияка настаин бика настаусиқу. Бір сенен ғана жәрдем сұраймыз дегеніміз, яғни бір сенен ғана сүйеніш күтеміз. Бір сені ғана не сүйеніш етеміз. Бір саған ғана сенім артамыз. Настаусиқу аля ибадатика ва қадаил хуқуқ. Не нәрседе сенім артамыз, не нәрседе сенен жәрдем күтеміз? Ғибадатта. Яғни біз ғибадат қыламыз, және сол ғибадатқа сенен жәрдем күтеміз. Раббымыз нәсіп етпесе, кім ғибадат қыла алады? Алла Тағала Рахман, Рахим өткен аяттарда айтқандай. Біздің құлшылық ғибадат қылуымызға, тура жолда жүрімізге мұқтаж емес Алла Тағала. Еш нәрсемізге мұқтаж емес. Бірақ Алла Тағала бізге деген мейірімділігінен тура жолға бастайтын себептерді береді. Мінекей құлшылық ғибадатқа да Раббымыздан жәрдем сұрау керекпіз. Бір саған ғана құлшылық етеміз, сенен жәрдем сұрай отырып. Саған арқа сүйей отырып. Мінекей Алла Тағала ендеше біздерге осылай үйретіп жатыр, дұға қылыпты. Ияка нa'буду ва ияка настаин деп. Ары қарай Алла Тағала ихдинас сиратал мустақим, бізді тура жолға бастай көр. Имам Ибн Аббас радиаллаху анхума айтады, ихдина деген сөзі тура жолға бастай көр деген, хидаят дегені иршад сұрау. Яғни тура жолға бастау, көрсету, меңзеу, апару сұрау. Хидаят деген сөздің өзі тура жол. Тура жолға бастау, жақсылыққа бастауды хидаят деген сөз қолданады араб тілінде. Басқа нәрсеге бастауға емес, жақсылыққа, тура жолға бастауға қатысты хидая деген сөз қолданады. Жақсы, хидаят деген сөз қолданады. Енді Алла Тағала ихдина деп тұрып, тура жолға баста деген етістікті қолданып тұрып, тағы да тура жол деп ас-сиратал мустақим деп қайталап жатыр. Яғни басқасынан сақта деген мағына шығады. Ихдинас сиратал мустақим. Бізді тура жолға апара көр дегеннен басқасынан сақта деген мағына шығады.
Ихдина сиратал мустақим мағынасы ихдина дегені аршидна дейді. Енді осы иршад, яғни хидаятқа бастау Раббымыздан бірнеше түрлерден болады. Бұны имам Байдауи өзінің тафсир кітабында біздерге санап келтіреді. Айтады: "Ва хидаятуллахи та'ала татанаввау анва'ан ла юхсиха аддун." Алла Тағаланың тура жолға бастауы әртүрлі болады. Және бұл санменен шектелмейді. Бұл сансыз шексіз болады. Лакиннаха танхасру фи ажнасин мутараттибатин. Алайда осы Алла Тағаланың тура жолға бастауын, хидаят беруін бірнеше түрлерге бөлсек болады, үлкен топтарға. Біріншісі ифадатул қуа аллати биха ятамакканул мар'у минал ихтидаи иля масалихихи кал қуатил ақлия. Біріншісі Раббымыздың бізге бір қуат беруі, күш беру, жәрдем беруі. Сол арқылы пендесі туралыққа және өзіне пайдалы болатын іске барады. Мысалы, оның айқын көрінісі ақли басымдылық беріп қою, ақылда түсінік беру. Бұл да хидаяттан. Ақылға түсінік беруі, түсінуіміз ақылменен тура жол бар екендігін түсіну, мынау адасушылық, жаман іс екендігін түсіну, бұл Раббымыздан берген хидаяттың бір түрі, және ең үлкені. Сондай-ақ ішкі сезімдер, түйсіктер арқылы да не береді? Алла Тағала хидаят береді. Мінекей бұл да Раббымыздың бір біздерге жәрдемі беру арқылы болған хидаят, жәрдем беру арқылы болған хидаят, қуат беру арқылы. Екіншісі насбуд далаилил фариқа байнал хаққи вал батили вас салахи вал фасад. Раббымыз ақиқат пен жалғанның, ізгілік пен бұзықтықтың арасын ажырататын дәлелдер беру бізге. Дәлелдер бізге жету. Бұл жайлы Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Ва хадайнахун надждайн. Оған екі жолды қойдық дейді. Қараңыз, хидая деген сөз қолданып жатыр да. Не дұрыс жол, не теріс жол. Екі жолды беріп дейді. Бірақ хидая деген сөз қолданып жатыр да. Ва хадайнахун надждайн. Оны екі жолды не істедік? Қойдық. Сондай-ақ тағы да аяттар не істейді? Ва амма самуду. Аяттар не деп келеді? Ва амма самуду фахадайнахум фастахаббул ама алал худа. Ал самудке келер болсақ, біз оларды тура жолға бастадық. Олар болса тура жолдың үстіне соқырлықты таңдады дейді. Тура жолдан кейін, тура жолдан бас тартып, соқырлықты таңдады дейді. Мінекей бұл жерде де не? Раббымыз екі жақтың да нелерін ажырататын, дұрыс пенен дұрыс еместі ажырататын не беретіндігін айтады, дәлелдер беретіндігін айтады. Бұл да дәлелдер беру хидаяттың бір түрі. Үшіншісі хидаяттың түрі ол пайғамбарлар жіберіп кітаптарды түсіру арқылы. Алла Тағала Құран кәрімде айтқандай: "Важаалнахум аимматан яхдуна биамрина." Оларды имам етіп қойдық, яғни басшылар етіп қойдық пайғамбарларды. Яхдуна биамрина, біздің бұйрығымызбенен, біздің пәрменімізбенен тура жолға бастайды дейді. Құран кәрім және де Құранда айтқандай: "Инна хазал Qur'ана яхди лиллати хия aqwam." Расында бұл Құран тура болған іске бастайды дейді. Және хидаяттың төртінші түрі ан якшфа ала қулубихимус сараира ва юрияхумул ашяа. Алла Тағала кейбір пенделердің жүректеріне кейбір сырларды ашып, оларға уахи арқылы, немесе илхам арқылы, немесе шынайы түстер арқылы бір не тура жолға бастайтын жолдарды көрсетуі. Әлбетте бұл әулиелер немесе пайғамбарларда болатын хидаяттың түрі. Мінекей осындай төрт түрлі хидаяттың не жалпы түрлерін, яғни Раббымыздың беретін хидаятын төрт түрлі неге имам Байдауи шектеді, санап шықты. Айтпесе адам баласында әр түрлі. Біреу қиыншылыққа түсіп тура жолға келуі мүмкін. Бір өмірінде қиыншылыққа түсіп, мынау дүние жалған екен деп содан сезініп не істеуі мүмкін. Біреу алданып, мынау дүние үшін жүргендер екен ғой, қасымда мен байлығым мен билігім үшін жүр екен ғой, қасымда деп не істеуі мүмкін. Тура жол бар екендігін, содан барып, мына дүниенің бәрі өткінші ит өмірі екендігін түсініп, тура жолға келуі мүмкін. Әртүрлі адам баласына берілетін не? Хидаят. Яғни Алла Тағала адам баласының жүрегін толтырып тұрған дүниенің қызыл мен жасылын кейде бір сілкейді қиыншылықтар беру арқылы. Сонда босаған кезде адам баласы жүректің бос орнын толтыратын нұрды іздей бастайды, тура жолды.
Мінекей қиыншылықтың, сынақтың берілуінің ең үлкен сыры осы. Енді ихдинас сиротал мустақим, бізді тура жолға баста, хидаят ет. Бізді тура жолға хидаят ет деп сұрап жатырмыз. Бұл жерде сұралып тұрған нәрсе Алла Тағала берген тура жолды тағы арттыру. Бұл Фатиха сүресін кім оқып жатыр? Мұсылмандар оқып жатыр. Қайда оқып жатыр? Намазда оқып жатыр. Демек, Раббысы тура жол берді ғой, хидаят берді ғой. Енді соны арттырылуын тағы да үстінен берілуін хидаяттың сұрап жатыр. Демек, хидаятқа келгеннен кейін бәрі бірдей болмайды. Бірінші деңгей тақуалық деп аталады. Бірінші деңгей. Бұл Алла Тағаланың бұйырғандары менен тыйымдарын орындаған адам. Тыйымдарынан бас тартқан, орындамаған, оған түспеген адам, әмірлерін орындаған адам. Бұны тақуа дейді. Бұдан кейін зухд дейді. Одан барып бир дейді. Жақсылық, ізгілік. Одан кейін барып әл-вилая, уәли болу. Яғни деңгейлер көп. Жақсы. Тіпті жоғары деңгейдегі жаңа уәлилердің жасаған жай бір кішкентай макрухтары, біз жасайтын кішкентай макрухтар олар үшін үлкен күнә болуы мүмкін. Жақсы ма? Ол енді үлкен деңгейдегі кісілер. Немесе ихдинас сиротал мустақим дегені имам Байдауида, имам Самарқандида айтып жатқандай, ау-ис-сабата алейхи. Бұл жерден сұралып жатқан іс, ас-сабату алейхи, сол тура жолға келгеннен соң, содан бұлжытпай қалдыруды сұрап жатыр. Яғни тура жолды сұрап тұр, тура жолға келген адам сұрап тұр. Демек не, сол тура жолға келген соң, содан енді бұлжытпай осы жолда ұстап қалуын не істеп жатырмыз? Сұрап жатырмыз Раббымыздан. Жақсы. Енді бұл ас-сиратул мустақим, әлбетте ислам. Тура жол, бұл әлбетте ислам, ақиқат жолы. Және де ас-сиратул мустақим дегеніміз өзінің иесін, яғни ұстанушыны мақсатқа, яғни жәннатына жеткізетін жол. Жәннатқа жеткізетін жол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадис келеді. Абдулла ибн Мас'удтан радиаллаху анху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған естет дейді, бір сызықты сызып берді дейді. Және оның қасына көптеген мынандай тарам сызықтарды сызды дейді. Бұдан кейін айтты дейді, инна хаза сиратул мустақим. Расында мынау тура жол. Бір сызықты сызды үлкен, бұл тура жол деді. Ва хазихи субул, ал мынау болса тарам жолдар деп айтты дейді. Ва аля раси кулли ториқин шайтанун яду илейхи. Және мына әрбір кішкентай жолдың, яғни кішкентай бір жамағаттарға бөлінсе мұсылмандар не болады? Сон кішкентай бір жолдар, топтар болады, бөлінген. Мінекей айтады, осы әрбір кішкентай жолдың басында оған шақыратын шайтан отыр деп айтты. Мұсылмандардың бөлінуіне апаратын ең үлкен нәрсе ықыластың жоқтығы, ықыластың аздығы, ықыластың төмендігі. Ықылас бар болса, не үшін бөлінеді? Бәрі бір Раббысына деген ықылас бар болса, бәрі бір Раббым үшін істеп жатқан амалым, бәрі Раббымның разылығы үшін десе, не нәрсеге бөліну мүмкін? Ал енді біреу мен басшы болайын десе, біреу барып мен жамағаттың алдында әдемі көрінейін десе, біреу барып жаңағыдай мен істеп жатқанымды көрсету үшін интернетке жариялауым керек, бірінші шығаруым керек, басқаларға көрінбеу керек. Соның баршасы бар болса, бөлінушілік пайда болады. Раббым үшін ғана деп істесе, бөлінушілік болмайды. Мынау да Раббыс үшін жақсы, көрсете бер, сенікін көре берсін, проблем жоқ. Мен өзімдікін көрсетуге тырыспаймын. Ең бастысы көрсету еді ғой, болды ғой. Мұсылмандар біліп жатыр, сол ілімді үйреніп жатыр. Ендеше бөлінушілік болмайды не ешқандай. Мінекей ықыластың аздығынан өкінішке орай осындай не? Жол тарамдарға бөлінеміз. Бәленше жамағат. Алтта мысалы таблиғ болып бөліндік. Уахаби болдық, басқа болдық, нұршы болдық, сүлейменші болдық. Не таптық? Әлсірегеннен басқа ештеңе тапқан жоқпыз. Сүлейменшілерге біреу тиісіп жатса, біздер отыра береміз. Бізге тиісіп жатқан жоқ. Әлем мұсылмандарында жағдай қандай қазір? Анау бір мемлекетте бір жамағат бар десек, мысалда ол
өз елін жерін қорғап жатыр десек, біз айтамыз, ол Америка, ол анау бір топтарға, жамааттарға қарсы соғысып жатыр, бізге мұсылмандарға қатысы жоқ. Отыра береміз. Не себепті? Бөлінгендігінің себепті. Және мұсылмандарды ішіне бөлетін осындай не бар? Лас істерді де жаңағыдай саяси ықпалдар да бар. Жоқ емес, оны анық білесіздер. Усама Саид Азхари айтқандай, доктор, соңғы бір ғасырдың ішінде 80-нен астам жамағат пайда болды ислам әлемінде. Мұсылмандар әлсіреген уақытта. Бір ғасырдың ішінде 80-нен астам. Бұрын болмаған сондай, әр түрлі мынаншама түрлі болмаған. Болған шығар, бірақ қой терісін жамылған қасқыр сияқты болмаған, ең жоқ дегенде. Қазір арамызда Ахбаштардың бір азамат жүрсе, білмейсің Ахбаша екендігін. Ол барып, мысалы, имамдардың қателіктерін айтатын үлкен ауыр сөздерді айтып жүр. Ақырын таратып жүр. Уахабилер кәпір деп бастайды. Уахабилер кәпір демегендер кәпір деп кіріседі. Білмейсің, бірақ қой темірсін жамылған қасқыр. Шиалар сондай, білмейсің. Құранилер сияқты ашық айтса жарайды ғой, біз сүннетті мойындамаймыз деп. Олай да айтпайды. Құранилер мысалы ашық айтады, біз сүннетті мойындамаймыз деп. Рауафиттер сияқты. Алла Тағала барша мұсылмандарға бірлік берсін, ықылас берсін. Ықылас бар болса, бәрімізде бірлік бар болады. Күллі әлемде бірлік бар болады. Ықылас жоқ болса, ешкімде бірлік болмайды. Әрбір жаңағыдай топтың басында отырған шайтанның әскері болып қала береміз, Құдай сақтасын. Ықылас жоқ болса осы. Али ибн Аби Талибтан радиаллаху анху жеткізіледі. Ихдина сиратул мустақим дегені, яғни осы жолға біздің табанымызды бекем ет дегені. Және де біздің жүрегімізді осы туралықпенен сақта дегені. Және біздің күнәларымыз себепті осы жолдан бізді бұрып жібермей адастырма дегені. Өйткені қателеспейтін адам болмайды. Бірақ біздің қателігіміз себепті, егер Алла Тағала ашу түсетін болса, біз мынау жолға лайық болмай қаламыз. Мінеке, Раббымыз соншалықты мейірімді, біздерді күнәларымыз себепті тез есеп алмайды да, осы дүниеде. Яғни күнән келді, бірден істемейді, есеп алмайды. Бәлкі сынақ дүниесі қалдырып қояды. Кешіріп қояды, тәубе етер, Раббысына қайтар деп пендесін естейді, Алла Тағала уақыт беріп қояды. Мінеке, осы уақыттың ішінде жүріп, ғафлетке түсіп кетпеуіміз керек екен. Біздің күнәміз себепті тура жолды бізден алып қойма. Жүрегімізді бұрып қойма осы тура жолдан дейді. Мінеке, дұғаның мағынасы осы деп түсіндіріп жатыр. Сиратул лазина ан'амта алейхим. Нығметке бөлегендерінің, нығмет еткендерінің жолына. Қандай нығмет десеңіз, исламды беріп, жүректерін сол исламменен сақтап, сол исламменен жан тәсілім етуді нәсіп еткендер. Пайғамбарлар, әулиелер, шынайы құлдарың. Фәмнун алейна кәмә мәнәнта алейхим. Мінеке, осы пенделеріңе, осы құлдарыңа, ізгі құлдарыңа бергеніңдей, бізге де сол нығметті бер. Бізге де өлгенше осы тура жолда болды нәсіп ет деген дұға. Енді жоғарыдағы аятта айтты, ихдина сиратул мустақим сиратул лазина ан'амта алейхим. Бізді тура жолға бастай көр, сен нығметке бөлегендердің жолына. Не үшін қайталап түсіндіріп жатыр десеңіз, бірінші мағынаны нақтылау үшін, екіншіден сиратул мустақим тура жолға болғандар, бұлар мұсылмандар екендігін көрсету үшін. Сондай-ақ имам Науауи айтқандай, бұл жерде тура жолда болушылардың мұсылмандар екендігіне, яғни мұсылмандардың тура жолда болушылар екендігіне куәлік бар дейді. Алла Тағала өзі не істеп жатыр осы аятта? Тура жолда болушылар, олар мұсылмандар екендігін айтып жатыр. Ғайрил мағдуби алейхим, яһудтердің жолынан басқа. Ашуға бөленгендердің жолынан басқа дегені, яғни яһудтердің жолынан емес. Кәмә хазалтал яһуд, яһудтерді қор еткендей, қорлағаныңдай, ла тухзилна бимаасиятина, біздерді де күнәларымыз себепті осындай қор етпе. Уала даллин, және адасушылардың, яғни насаралардың, христиандардың жолында да емес дейді. Күллі ислам әлеміндегі тәпсірші ғалымдар бұл аяттағы, Фатиха сүресінің аяттағы
әл-мағдуби алейхим яһудтер екендігін, даллин насара, яғни христиандар екендігін бір ауыздан кесіп айтқан. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінен және аяттардан естілген дәлелдер келтірген. Хабарға келер болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам мынандай риуаят келеді. Бірде ол кісіден бір азамат кеп сұрады дейді. Мәнел мағдуби алейхим. Әл-мағдуби алейхим деген фатихадағы айтылғандар кімдер деп сұрады дейді. Пайғамбарымыз яһудтер деп айтты дейді. Содан тағы сұрады дейді. Мәнел даллин. Даллин жаңа адасушылар дегеннің кімдер дегенде, бұлар насара, яғни христиандар деп айтты дейді. Аятқа келер болсақ, Алла Тағала Құран-ы Кәрімде яһудтер жайлы айтқан кезде фабау биғадабин ала ғадаб, олар ашудың үстінде ашуға не істеді? Батты. Ал насаралар жайлы айтқан кезде Алла Тағала қад даллу мин қабалу ва адаллу касира ва даллу ан сауаис сабил. Бұлар, яғни христиандар, бұнан алдын адасқан еді. Қад даллу мин қабл ва адаллу касира, және көптеген адамдарды тура жолдан адастырды. Ва даллу ан сауаис сабил, және тура жолдан адасты деп келтірген. Мінекей Фатиха сүресінің жартысы бүгінгі тәпсірлеген жеріміз басынан бастап ияка набуду сөзінен бастап соңғы аяттарға дейін не болды? Дұғалармен келе жатыр. Дұғалармен келе жатыр. Енді Фатиха сүресінің соңында әмин деп айту, бұл да дұға. Әмин мағынасы истаджиб, яғни Раббым қабыл ет деген сөз. Әмин деген сөздің мағынасы истаджиб деген. Әмин бұл Фатиха сүресінен емес. Бұл дұға, бұл пайғамбарымыздың сүннетінде келген дұғалар. Фатиха сүресінен емес. Сондықтан да ол сүре сияқты болмайды, дауысталмай іштен айтылады. Сүре сияқты болмайды, бисмиллахир-рахманир-рахим іштен айтылған сияқты, әмин іштен айтылады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам мынандай риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әминді айтатын еді, және оны бұйыратын дейді. Және бұның мағынасы Ибн Аббас радиаллаху анхума айтқандай, казалика якуну, осылай болады. Яғни әмин деген сөздің осылай болады деген мағынасы бар дейді. Аудармасы яғни. Мужахидтен радиаллаху анху келтіреді. Хуа исмун мин асмаиллахи та'ала ва якуну ма'наху я Аллах истаджиб дуаана. Әмин дегені бұл Алла Тағаланың есімдерінің бірі. Және демек бұл сөздің мағынасы Аллахым дұғамды қабыл ет деген мағына болады дейді. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам әмин жайлы тағы да бір не келеді? Риуаят келеді. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ма хасадаткумул яхуду фи шейин ка хасадихим фи амин." Яһудтер сендерге әмин деген сөзде көр алмаушылық қылғандай, басқа ешбір көр алмаушылық қылған жоқ дейді. Яғни олардың тілінде келген риуаят келген еді, Сурияни тілінде деген. Яғни яһудтер олардың ахбарлары, яғни нелері, діни қызметкерлері, ғалымдары әмин сөзінің мағынасын білгендіктен бұны қызғанып жатыр. Әмин деген сөзге сендерді қызғанғандай еш нәрсеге қызғанбады дейді. Демек олар әминнің мағынасын және оның абзалдылығын білетін болған. Кабул ахбар, яһудилерден болған, иман еткен азамат, ғалымдардан болған, айтады: әмин дегеніміз хатаму раббил аламин. Бұл пайғамбарымыз әмин дегені әлемдердің раббысының мөрі дейді. Яғни бір іс, мысалы құжат соңына жеткен кезде, толық болған кезде не істелінеді? Соңына мөр қойылады, болды, бітті, осыменен жабылды, іс бітті, аяқталды. Мінекей сол сияқты мына Фатиха сүресі оқылды, Раббымыз келтіргенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пендесіне сұрағаны берілді, сөйтіп не қойылды? Мөр қойылды. Алла Тағала әмин менен мұсылман құлдарының дұғасын мөр басады дейді, мөрлейді дейді. Яғни осыменен аяқталады.
Енді осы әмин деген сөзді айтуда және біле жүріңіздер, екі түрлі жол бар. Әмин деп айту немесе әмин деп екі рет созылып айтылу. Жақсы? Екеуде де дұрыс бола береді. Екеуінде де ешқандай не жоқ, қайшылық жоқ. Альхамдулилля, осыменен Фатиха сүресінің негізгі мағыналарын тамамдадық. Имам Абу Ханифадан радиаллаху анху әмин сөзінің іште айтылатындығы нақты риуаят етілген. Жақсы ма? Яғни біздің мазхабымыз толықтай не әмин сөзін іште айтады. Және бұған байланысты Абу Хурайрадан радиаллаху анху жеткізіледі. Кешіріңіз, Абдулла ибн Муғаффал және Анастан радиаллаху анхума жеткізіледі. Иза қалал имам уаладдаллин, имам уаладдаллин десе, фақулу амин, сендер амин деп айтыңдар. Фа иннал малаиката тақулу амин. Расында періштелер де амин деп айтады. Фаман вафақа таъминуху таъминал малаикати ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Кімнің амин дегені періштелердің амин деген сөзмен сәйкес болса, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Абу Хурайрадан радиаллаху анху сондай-ақ жеткізіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Убай ибн Каабқа былай деп айтты дейді. Ала ухбирука би суратин лам юназзал фит таурати вал инжили вал Qur'ани мислуха. Саған Тауратта да, Інжілде де және Құранда да оған ұқсасы түсірілмеген бір сүремен хабар берейін бе деді. Сонда Убай ибн Кааб, бәлә я Расулаллах, әлбетте я Расулаллах, айтыңыз деді. Пайғамбарымыз айтты, Фатихатул китаби иннаха саб'ул масани вал Qur'анул азимул лази утитуху. Қайталанатын 7 аят. Өткен дәрісімізде айттық, неге қайталанатын 7 аят дедік? Өйткені намазда қайталанатындықтан. Вал Qur'анул азим, мінеке бұл Құран, яғни 7 аятты ұлы Құран деп айтып жатыр. Неге? Өйткені Құранның күллі мағыналарын қамтығандықтан. Фатиха сүресі уммул китаб, кітаптың негіз деп аталатындықтан да осы, асылы деп аталатындықтан да осыдан. Кітаптағы Құран кәрімдегі бүкіл мағыналарды қысқаша ғана қамтитындықтан осылай. Аллази утитуху, маған берілген. Яғни маған берілген осы Фатиха 7 аят. Бұндай сүре басқа Құранда да басқа сүрелердегі жоқ, Құранда да басқасы жоқ. Және Інжілде де Тауратта да бұндай не сүре берілген жоқ дейді. Ибн Аббастан радиаллаху анху жеткізіледі. Қала бәйнама Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам жалисун из атаху малак. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде орны отырған жеріне періште келді дейді. Фақала абшир би нурайни утитахума лам ю'тахума набiyun qablak фатихатул китаби ва хаватиму суратил бақара лан тақра'a харфан минхума илля у'титаху. Періште келіп, пайғамбарымызға айтты дейді, саған берілген 2 нұрмен қуан дейді. 2 нұр берілді саған, қуан. Сенен алдын ешбір пайғамбар бұндай сый берілген жоқ. Бұл екеуі сияқты сый берілген жоқ. Бұл Фатиха, сондай-ақ Бақара сүресінің соңғы аяттары деді. Бұл 2 сүреден қандай да бір харфты оқыған болсаң, міндетті түрде саған сұрағаның беріледі дейді. Яғни дұға қылған кезде Фатиханы оқыңыз, Бақаран соңын оқыңыз демек. Не сұрасаң беріледі деп жатыр. Хузайфат ибн al-Яманнан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан жеткізіледі. Иннал қаума ла яб'асуллаху алейхимул азаба хатман мақдиян фаяқрау صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, расында бір қауымға Алла Тағала тарапынан нақты бір азап келеді дейді. Сонда олардың балаларының ішінен бір бала тұрып, Алхамдулиллахи Раббил Аламин деп, яғни Фатихатул китабты оқиды дейді. Фатиха сүресін оқиды дейді. Мінеке бұны Алла Тағала естіп, олардың азабын 40 жылға кешіктіреді дейді. Яғни Фатиха сүресіне истиғфар сияқты азапты
қайтарушылардан. Алла Тағала баршамыз осы Фатиха сүресінің мағыналарын біліп, түсініп, оған амал етушілерден болуды нәсіп етсін. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Аллахумма раббана зидна илман ва амалан ва туқан ва ихласан би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху